Yok. Әлі ауызданған жоқ ата. Bir qarşa kaldı. Бірақ қарша қалды, одан басқа енді ауызданған жоқ. Бүгінгі таңда бір құттықтап жатыр. Ұстап жатыр. Дастан, ата қош көрдік. Мына балақан бір құтпа. Балапан бір қолға үйретіп жатқан. Шәулі ғой. Аюға намаз үйреткен ағаш деген сияқты, бұныкі ағашпен үйретпейсің енді, бұны аштықпен үйретесің, тамақпен. Етпен көбінесе. Диета ғой, диетаны жұтқызып, сосын Аңға шығып жүрсің ба? Bir kese әкемнен шыққам. Үшінші, төртінші классқа апарасың ғой өзіңнің жерің, тұрғылықты ұшып жүрген жеріне апарасың. Өзіңнің ұясына, өзіңнің мекеніне, тауды мекеніне апарасың. Пальтты қойдырасың ондап тұрып тамақты. Хоббилар, қалталы адамдар ұстайды ғой хоббиді. Енді біздікі өзіміздің баяғыда атамыздан қалған дәстүр, осы таз ұстап. Тазма есім қалай? Бұның есімі Көкжал. Аңға шығып жүр ме? Бұл 1,5-2 жасар. Бұл ауыз, осы жақта не бар? Соның бәрін алып тастаған тазы ғой.